Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ПП кимбап дайындайтын боламыз. Әдеттегідей рецебі өте оңай әрі тез дайындалады. Барлық керек ингредиенттердің мөлшерін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен күрішті жақсылап жуып аламыз. Дәміне қарай тұз қосып, үстіне 200 мл су құйып, плитаға қоямыз. Су күріштің бетінен 1 см асып тұру керек. Күріш қайнағаннан кейін мен 5 минуттай қаттырақ пісіремін, одан кейін 15 минуттай ақырын отқа қойып қоямын. 18-20 минуттың ішінде осылай күрішіміз пісіп шығады. Енді жұмыртқадан блины дайындайтын боламыз. 2 белок 1 желтоққа дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Сковородканы орташа отта қыздырып, жұмыртқа жабысып қалмау үшін кішкене майлап жібереміз. Жұмыртқаны құйып, блины қылып жайып шығамыз. 3-4 минуттың ішінде жұмыртқадан блиныйымыз дайын болады. Ары қарай барлық көкөністерді соломка қылып турап шығамыз. Жұмыртқадан блины, сыр және ішіне салатын етті де барлығын турап аламыз. Мен бұл жерде ПП котлетті пайдаланып жатырмын. Бұл котлеттің орнына кез келген піскен ет бола береді. Тауық еті болса да, жылқы, сиыр еті де барлығы бола береді. Жалпы бұл кимбаптың ішіндегі ингредиенттерді өзіңіздің қалауыңызға қарай ауыстыра берсеңіз болады. Ары қарай нори листіне осылай күрішті орналастырып шығамыз. Ішіне барлық жаңағы ингредиенттердің барлығын кезекпен салып, рулет қылып ораймыз. Менде роллы немесе кимбапты орайтын арнайы коврик жоқ. Ковриктің орнына мен осындай таза целлофанды пайдаландым. Барлық ингредиенттерді салып болғаннан кейін нориді жыртып алмай, ақырындап осылай роллы қылып ораймыз. Дәл осылай екінші нориге де ингредиенттердің барлығын салып, оны да орап шығамыз. Жай шикі морковтың орнына морковь по-корейски салатында қолдансаңыз болады. Мен олай да жасап көрдім, өте дәмді болады. Дайын болған роллды зәйтүн майымен кішкене майлап жібереміз. Егер сіз салмақ тастап жүрген болсаңыз, және де суши роллы жегіңіз келген кезде, дәл осындай кимбап дайындап көрсеңіз болады. Бұл кимбаптың артықшылығы калориясы өте аз, және бұл кимбапты жегеннен кейін сізге ешқандай артық салмақ қосылмайды. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз және рецебім сізге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен оңай әрі қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін.